Сәлем, бұл Вайп Уфая арнасы. Бұл арнадан біздің күншығыс елі Жапониядағы саяхаттарымызды көре аласыз. Достар, біз Хиросимадан Шикокуға баратын, Мацуяма қаласына баратын кемеге отырайын деп жатырмыз. Шикокуда кездескенше! Өткен бөлімде көрсеткен Ямагучи префектурасынан қайтадан Хиросимаға қайтып келіп, Хиросимадан Мацуямаға баратын кемеге отырдық. Мацуяма қаласы Шикоку аралындағы Эхиме префектурасында орналасқан. Демек біз Жапонияның ең ірі аралы Хоншудан шығып, төртақ префектурадан құралған шағын Шикоку аралына кетіп барамыз. Ал енді сіздерге отырған кемеміздің ішін көрсетейік. Достар, біз қазір кеменің ішінде отырмыз. Және бұл кеме өте жақсы кеме екен. Ішінде барлық жағдайлар жасалған адамдар үшін. Мысалы, 2 сағаттық жол болса да, адамдар ұйқысы келеді деген оймен мына жерге жататын жерлерге дейін жасап қойған. Және жататын жерлердің әрқайсысында розетка бар да, сол қардың зарядтап жата бере алады. Өте күшті. Мына кеменің ішінде игровой автоматтар бар екен. Ойлап көрсеңіздер, кеменің ішінде игровой автомат бар. 2 сағаттық кеме. Ешқандай круиз емес. Мына жерде массаждық креслолар бар. Бөлме екен. Жасап көрейін ба? Қандай күшті теңіз. Ой, теңіз емес, мұхит. Морской бриз. Қараңдар, қандай күшті. Достар, біз қазір кеменің ішіндеміз. Түскі жатырмыз. Андай дон деген лапша сияқты тамаққа тапсырыс берді. Өте дәмді. Өте дәмді сияқты. Сорпасы мөлдір. Лапшасы өте жұмсақ. Осы удон дегеніміз осы лапша. Соны қазір жеп көрейік. Ой,美味しいかどうかはわからないので、ちょっと食べてみようと思います。美味しいかな、これ。Дәмді. Креветкасы керемет. Сонымен Эхиме префектурасының орталығы Мацуяма қаласына аман-есен жеттік. Шулы емес, қарбалас емес, өзіндік тартымдылығы бар жайлы қала екен. Біз болсақ, келген бойда осы қаланың басты көрнекі орны Мацуяма сарайына жол тарттық. Мацуяма сарайы қаладан биігірек төбеде орналасқан.
Оған аспалы арқан жолмен көтерілуге болады. Аспалы арқан жолдың екі түрі бар. Бірінде кабинкада, екіншісінде орындықта отырып көтерілесің. Біз екіншісін таңдап, ну ормандай қалың ағаштардың арасымен жоғары көтерілдік. Сарай Кацуяма тауында орналасқан. Бұл сарайды Като Йошияки есімді әскери қолбасшы салған. Жапон тарихындағы ең ірі әскери қолбасшылар Тойотоми Хидеёши, кейіннен Токугава Иэясудың қарамағында әскери қызмет атқарған Като Йошиякиге осы Эхиме префектурасынан көлемді жерлер берілген. Қолбасшы осы жерде өз кланының басты резиденциясы болсын деп, Кацуяма тауында сарай тұрғызуды тапсырады. Сарай құрылысы 1602 жылы басталып, 25 жылға созылған. Сарай құрылысына 150 мыңнан астам тас қолданылған деседі. Мацуяма сарайының құрылысы ең күрделі жоспар бойынша салынған. Сарай қақпалары өте күшті етіп салынған. Қамалдың қабырғаларынан жауды бақылауға ыңғайлы жасырын терезелер мен оқ атуға арналған саңлауларды байқауға болады. 2020 жылғы Жапониядағы ең керемет 20 сарай тізімінде Мацуяма сарайы 3-ші орынға ие болған. Ал оның бас мұнарасы Жапонияның ұлттық қазынасы саналады. Сарай аумағында 200-ден аса шие ағашы өседі. Көктемде шие ағаштары гүлдегенде бұл жердің қандай әдемі болатынын елестетіп көріңізші. Осы бақта серуендеп жүріп, орта ғасырлық жапондар талай хайкулар жазған болар. Мәселен, сарай бағында шие гүлдегенде мен бақытты болам деген сияқты. Хайку деген 3 жолдан тұратын өлең. Оның бірінші жолы 5 буыннан, екінші жолы 7 буыннан, үшінші жолы қайтадан 5 буыннан құралуы керек. Дәл осы Мацуяма өлкесі хайкудың отаны екен. Сарай тарихымен танысып, бақшасында серуендеп, Кацуяма тауынан Мацуяма қаласына көз тастап, қала көрінісін тамашалап, қалаға қайттық. Бір жағы сарайды асығыс аралағандай болды. Асығыс болуымыздың себебі саяхатта осыған дейін жадымызда жүрген Гакки досымызбен қоштасатын сәт келді. Енді саяхатты үшеуміз ғана жалғастырамыз. 3人との旅楽しかったです。これからまだ半分も終わってない、4分の1も終わってないと思うので、気をつけて頑張ってください。じゃあ、ありがとうございました。 JR 和歌山行き行き列車です。16タルトっていうドアが開きます。ドアが閉まります。Кетіп қалды. Кисанымыз кетіп қалды. Кетіп қалды. Сабисина. Бізге 4 күн бойы қамқор болған, үйіне қондырып, мама папасымен таныстырып, әжелермен таныстырып, тәтті тамақтармен тамақтандырып, бізді қаншама жерге тасып, бізге шыдап, Бізге шыдап. кетіп қалды. Жүзінен күлкі кетті. Бір қабағы түйілген жоқ. Қатты ризамыз. Үлкен рахмет ол кісіге. Бірақ біздің саяхатымыз әрі қарай жалғасады. Бірақ как сансыз. Өзіміз жалғастырамыз. Сондықтан бізбен Бірге болыңыздар. Бізді тастамаңыздар. Саяхаттың барысын ұйымдастыруға көмектескен. Туған жеріне қонаққа шақырып, әке шешесімен, ата әжесімен, нағашы әжесімен таныстырып, өскен өлкесіндегі керемет жерлерді көрсеткен, жүрген жеріміздің тарихын айтып түсіндірген, жүгімізді көтерісіп,
тәтті алып беріп еркелеткен. Бізді фотоға, видеоға түсіріп жүрген. Ағамыздай болып кеткен Гакки-санға айтар алғысымыз шексіз. Бұл саяхат жастық шағымыздың мәңгілік естелігі болып қалмақ.